Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қазақ халқының тарихындағы өткір мәселелердің бірі қазақ сөзінің тарихы. Өкінішке орай, бүгінгі күні осы мәселе бойынша қазақ тарихшылары әлі де бір мәмілеге келе алмай, жан-жаққа тарту қазақ тарихын дамытпай отыр. Және де қазақ сөзінің тарихын барынша бұрмалап, алдыға жылжытпай отырған көрші Ресей, Қытай ғалымдарының да үлесін атап айта кету керек. Әрине, орыс-Қытай ғалымдары бұны кездейсоқ жасап отырған жоқ. Себебі орыс пен Қытай біздің ата-бабаларымыз осындай ұлан-ғайыр аумаққа өз белгін қалай таратты? Осы сұраққа олар әлі күнге дейін жауапты ала алмай жүр. Оның үстіне қазақ мемлекеті Ресей немесе Қытай империялары сияқты басқа халықтарды жаулап алудың нәтижесінде емес, өз еркімен біріккен тек туысқан рулардың саяси одағы ретінде пайда болды. Осыдан кейін міне орыс пен Қытай тарихшылары қазақты кемсіту үшін біздің түп тамырымызға соққы беруді ұйғарып, қазақ сөзіне қатысты түрлі ақымақ нұсқаларды ойлап тапты. Басты мақсат қазақ сөзінің мағынасын бұрмалау арқылы бүкіл әлемге қазақ халқының мұндай үлкен және бай территорияға тарихи құқығы жоқ дегенді айтқысы келіп отыр. Ендеше қазақ сөзін бұрмалау процесі қашан басталды? Және де осы қазақ сөзінің шынайы мағынасы қандай? Тура осы сұрақтарды менің бүгінгі бейнеролигімде білесіздер. Негізі қазақ сөзінің мағынасын бұрмалауға тырысқан ең бірінші орыс ғалымы Михаил Ломоносов. Және де бұл былай болған екен. 1731 жылы Петербургке кіші жүз қазақтарының үлкен елшілігі келеді. Ең қызығы, ол кезде Ресей империясында қазақтар туралы аса көп адам біле бермейтін. Сондықтан да орыс елінің сауатын ашу үшін патша үкіметі Михаил Ломоносовқа осы келген қазақтар туралы үлкен мақала шығаруды ұйғарады. Неге тура осы Ломоносовқа қазақтар туралы мақала жазуды берді десек, себебі Ломоносов сол кезде академик, тегі орыс болған алғаш тарихшы еді. Және де сонымен қатар Михаил Ломоносов Ресей империясындағы ең беделді Санкт-Петербургские ведомости деген газеттің бас редакторы болған еді. Ең өкініштісі, Ломоносов қазақтар туралы зерттеу жүргізіп, арнайы мақала жазып шығарудан ерініп, бас тартып, бұл міндетті ведомости газетінің қарапайым бір журналистіне тапсыра салады. Осыдан ақ Ломоносовтың қандай жауапкершілігі аз, орыстан басқа халықтарға немқұрай қарайтын адам болғанын аңғаруға болады. Сонымен қазақтар туралы мақаланы жазуды қарапайым журналистің қолына түседі. Әрине, бұл журналист Ломоносов секілді ғалым немесе зерттеуші болмаған еді. Сондықтан да мақаланы жазу үшін журналист Ресейдегі солтүстік және шығыс Тартария деп аталатын азиялықтар туралы жалғыз кітапты кітапханадан алады да мәліметтерді осы кітаптан іздейді. Ең қызығы, солтүстік және шығыс Тартария кітабында шынымен де қазақтар туралы мәліметтер өте көп болатын. Себебі бұл кітап арнайы бірінші Петрдің тапсырмасымен голландиялық ғалым Николас Витсен жазған еді. Бірақ қазақтар туралы мәлімет бұл кітаптың Бухария деп аталатын соңғы тарауларының бірінде берілген еді. Міне тура осы факт қазақ сөзінің бұрмалауына ең көп септігін тигізеді. Себебі әлгі Ломоносовтан қазақтар туралы мақала жазуға тапсырма алған журналист бәлкім оқуды онша ұнатпаған бекен, бәлкім кітапты аяғына дейін оқуға сабырлығы жетпеді мекен. Әйтеу не болса да тек қырғыздар туралы айтылған 12-ші бөлімге дейін ғана кітапты оқып шығады. Және де ешкім оны тексермейтінін түсініп, аяқ асты шыққан мақаласында әлгі қу журналист кіші жүз елшілігі туралы былай деп жазады. Енисей қырғыздарынан тараған қырғыз қайсақтардың Петербургке келген делегациясы. Міне осылайша Петербургке келген кіші жүз қазақтары себептен себепсіз қырғыз қайсақ болып шыға келеді. Және де осы жерде айта кететін тағы бір жай, Санкт-Петербургские ведомости Ресей империясының негізгі газеті болды.
Сондықтан да бұл газетте жазылғанның барлығын оқырмандар патшаның сөзі ретінде қабылдады. Сол себепті де қазаққа қатысты бұл бейқам мақаланы да ешбір күмәнсіз қабылдайды. Сондықтан да Ресей империясының қарапайым елі де, чиновниктері де енді қазақтарды қырғыз қайсақ деп атап кетеді. Бұдан былай қазақ халқымен іс жүргізуде немесе мемлекеттік маңызы бар ресми құжаттар толтырғанда қырғыз қайсақ деген сөз пайдаланылады. Кейін бұл дәстүрді Паллас, Георгий секілді орыс шпиондары әрі қарай әдейі дамытып жібереді. Міне осылайша Ломоносовтың жауапсыздығы мен орыс журналистінің еріншектігінің арқасында қазақтар аяқ асты қырғыз қайсақ болып шыға келеді. Ең қызығы, көптеген орыс зерттеушілері шын мәнінде қырғыз қайсақ деп жүрген халық қазақ деп аталатынын бірнеше рет жазып өткен. Мысалы, академик Миллер қырғыздарды қазақтармен шатыстырмау керек дегенді соны 1750 жылы жазған еді. Алайда Миллер Ломоносовтың жауы және қарсыласы болғандықтан оның сөзін ешкім елемеді. Кейін Барданес, Мейендорф, Шоқан Уәлиханов сияқты көптеген ғалымдар да қазақтар мен қырғыздардың әртүрлі халық екенін атап көрсетті. Мысалы, Алексей Левшин өзінің «Описание киргиз-кайсачьих орд и степей» деген еңбегінде былай деп жазады. Қайсақ сөзі қазақ сөзінен шыққан бүлінген атау, негізінен дұрысы қазақ деп атау, және қазақ халқы өте көне халық. Кейбір шығыс жазушылары қазақ тіпті Иисустан бұрын пайда болған ел деп көрсетеді. 1898 жылы патшаның беделді шенеунігі Торғай облыстық әкімшілігінің аға кеңесшісі Крафт өзінің қырғыздардың Ресей бодандығын қабылдауы деген мақаласында былай деп ашық жазады. Дала аймақтарын мекендеген көшпелер Ақмола, Семей, Орал және Торғай, Ішкорда, Сырдария облысының бір бөлігі және Амудария бөлімі өздерін қазақтар деп атайды. Олар көршілес Азия халықтар арасында да осы есіммен белгілі. Алайда бұл орыс ғалымдарының сөзіне ешкім құлақ артпай, қазақ қырғыз қайсақ болып қала берді. Мұның 3 себебі бар еді. Біріншіден, қырғыз қайсақ сөзіне қарсы шығып жатқан ғалымдардың беделі де, атағы да әрине Михаил Ломоносовтікінен аз еді. Екіншіден, Ресей империясы ешқашан өз қателігін мойындамаған мемлекет болған. Үшіншіден, Ресей билігі керісінше Ломоносовтың қателігін өз пайдасына пайдалануға асықты. Қазақтарды ғана емес, нағыз қырғыздарды да автоматты түрде өз қол астына айналдыруды жоспарлап, орыс әкімшілігі 1867 жылдан бастап қырғыз қайсақ сөзінің орнына киргиз сөзін қолдана бастайды. Сөйтіп Ресей империясы Ұлыбританияға, Қытайға, Парсыға, Қазақстан территориясы ғана емес, қазіргі Қырғызстанның жері де орыстың иелігі екенін түсіндіреді. Осылайша қазақ елі патша билігі құлағанша ең бірінші қырғыз қайсақ, кейін киргиз болып қала береді. Ең сорақысы, большевиктер билікке келгеннен кейін де ештеңені өзгертпей, қазақтарды киргиз деп атай береді. Керісінше, большевиктер Ахмет Байтұрсынов, Шәкәрім Құдайбердиев, Мұхамеджан Тынышпаев сынды қазақтың көрнекті тарихшыларының бәрін жойып жіберіп, қазақ ғалымдарының арасында қазақ тарихын зерттеуге деген үлкен үрей тудырады. Бұдан былай қазақтардың ешқайсысы енді қазақ тарихын зерттегісі келмеді. Өйткені барлығы қуғын сүргін мен қамауға алынудан қорықты, сескенді. Соның нәтижесінде қазақ тарихын коммунистік партия мен Мәскеудің айтқанынан шықпайтын жекелеген ғалымдар ғана зерттеді. Және де тура осы кезеңде қазақ сөзінің мағынасын бұрмалау басталды. Ең бірінші болып қазақ сөзін бұрмалауды өз қолына алған ғалым атақты академик Радлов еді. Мәскеуден қазақ тарихын барынша фальсификация жасау керек деген тапсырма алған Радлов Кеңес одағындағы кез келген архивке кіре алатын болған. Және де осындай архивтердің бірінде Радловтың қолына Китап имид жму атты көне қолжазбаның немісше аудармасы түседі.
Бұл қолжазба шамамен 13 ғасырда жазылған еді. Және де оны 1894 жылы көрнекті европалық Иран танушы Мартин Хоуцма неміс тіліне аударған екен. Міне тура осы көне қолжазбада Хоуцма қазақ деген сөзді тауып алып, оны ешбір себепсіз, дәлелсіз, өз бетінше үйсіз кезбе қаңғыбас деп аударып жібереді. Және де ең өкініштісі, Хоуцманың кітабын орыс тіліне аударуға кіріскен Радлов осы қазақ сөзін еркін кезбе қаңғыбас деп аударып жалғастырып жібереді. Осылайша Радлов пен Хоуцманың бастамасымен қазақ сөзін бұрмалау басталып кетеді. Кейінгі Самойлович, Вернадский секілді совет тарихшылары қазақ сөзін еркін қаңғыбас деп аударғанын барынша қолдап, өз бетінше дамытып жібереді. Бұларға қой дейтін қожа болмағандықтан және де қазақ сөзінің осылай бұрмалануы Мәскеудің ойынан шыққандықтан барлық оқулықтарға қазақ деген сөз еркін қаңғыбас дегенді білдіреді деп ашық жазыла бастайды. Ал 1972 жылы қыпшақ тіліндегі Кодекс Куманикус сөздігі орыс тіліне аударылғанда, оның ішінде кезбе деген мағынаны білдіретін қазақ сөзі табылып, орыс тарихшылары жар салып, бұдан былай қазақ сөзін зерттеу процесі толығымен тоқтайды. Осылайша қазақ сөзі кеңес одағы ыдырағанша еркін қаңғыбас деп аударыла берді. Ең өкіншісі, қазақ сөзінің мұндай аудармасына бірде-бір қазақ ғалымы ашық қарсылық танытпады. Олардың барлығы қазақ сөзін кезбе, қаңғыбас деп қорлайтын аударманы қолдаған Кремльге қарсы шығуға сескенді. Өкінішке орай бүгінгі күні тәуелсіз Қазақстанның өзінде қазақ сөзі еркін қаңғыбас дегенді білдіреді деген кеңестік теория әлі де сақталып келеді. Біз тіпті мектептерде балаларымызды тура осылай оқытып жалғастырып жатырмыз. Сонда біздің ұлттық намысымыз қайда? Түк түсінсем бұйырмасын. Ал енді мына сұраққа келейік. Кеңес тарихшылары және Мәскеу қазақ сөзін неге бұрмалады? Олар нені жасыруға тырысты? Және де шын мәнінде қазақ деген сөз нені білдіреді? Енді осы сұрақтардың жауабына көшейік. Жалпы қазақ сөзі ең алғаш рет тарихта Парсы патшасы 1-ші Дарийдің бұйрығы бойынша жасалған атақты Бехистун жазбасында кездеседі. Міне тура осы Бехистун жазбасында кеңестік ғалым Абаев скунха есімді сақ көсемі деп аударған скунха сақ деген сөз тіркесі бар. Және де осы Абаевтың аудармасына жылдар бойы ешкім қарсы шықпай, тіпті күмәнданудың өзі болмаған. Алайда 2000 жылы Абаевтың аудармасын қазақтың керемет ғалымы Олжас Сүлейменов быт-шытын шығарады. Олжас Сүлейменов өзінің жазу тілі деген кітабында шын мәнінде Бехистун жазбасында скун хасақ деп жазылғанын, және де бұл сөз заты қазақ скун деген адам туралы екенін көрсетіп дәлелдейді. Яғни кезінде Абаев арнайы скун хасақ деген сөз тіркесті қазақтың сол кезде болғанын жасыру үшін скунха сақ деп әдейі бұрмалаған. Және де осы теория басқа ежелгі деректермен де дәлелденіп отыр. Мысалы, Шидзи және Ханшу деп аталатын Қытай деректерінде біздің дәуірімізге дейінгі 117 жылы Қытайдың Хан империясы Қазақстан территориясын мекендеген үйсіндерге Джаньцзян деген адамның басқаруымен арнайы елші жібереді. Біраз уақыттан кейін үйсін билеушісі өз кезегінде Қытайға қайтара елшілік жібереді. Және де осы үйсін елшілері Қытайға келіп, хан императоры Удимен кездескенде, олар өздерін ашық түрде хасақтар деп атаған екен. Яғни қазақ деген атау сол кезде де болған. Әрі қарай жүрсек, қазақ сөзінің көптеген көне түркі тас ескерткіштерінде де кездесетінін бүгін біреуіміз білсек, біреуіміз білмейміз. Мысалы, 1887 жылы Алтайдағы Тұран үйі қойпатынан 7-8 ғасырларда жасалған тас бағана табылды. Ең таңғаларлығы, бұл тас бағана
бірден Тува мұражайына қойылып, Совет үкіметі оны зерттеуге тыйым салады. Дәл осындай жағдай 1974 жылы сол Алтайдағы Үйық өзенінің түбіндегі Озақ шатқалынан табылған тас тақтайшаға да қатысты болды. Бірақ бұл түркі ескерткіштері неге жасырылды? Кеңес үкіметі осындай ежелгі тас жазбаларын ғалымдарға неге бермеді? Бұл сұрақтардың жауабы өте қарапайым. Кеңес үкіметі осы тас жазбаларында табылған мәтіндердің мазмұнын елден жасырғысы келді. Тек Кеңес одағы ыдырағаннан кейін ғана қазақтың белгілі ғалымы Алтай Аманжолов бұл мәтіндерді зерттеуге мүмкіндік алып, осы тас жазбаларында Алтайдың көне түркілері өздерін қазақ деп атағанын анықтайды. Яғни Совет үкіметі түркілер өзін кезінде қазақ деп атағанын білді және оны жасыруға тырысты. Әрі қарай кеттік. 2015 жылы Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының ғылыми қызметкері, белгілі тарихшы Ғалия Қамбарбекова ханым Иран мұражайларынан 10 ғасырда жазылған тарихи моғол деген көне қолжазбаны тауып алады. Ең қызығы, осы қолжазбада кезінде Қазақстанның территориясында өмір сүрген қыпшақтар мен қаңлылар өздерін қазақ деп атаған екен. Енді осы жоғарыда көрсетілген деректерге ежелгі тарихшы Зайниддин Васифидің Бадай әл-Вакаи деп аталатын кітабында Шу мен Талас өзендерінің арасында орналасқан мемлекет Қазақстан деп аталады деген ашық жазғанын ескерсек, яғни Қазақстан жерінде өмір сүрген барлық елдер мен халықтар өзін қазақ деп атағанын байқауға болады. Және де ежелгі түркі тілінде қа деген сөз тіркесі шынайы, нағыз деген мағынаны білдіретін еске түсірсек, қасақ немесе қазақ деген сөзі шынайы, нағыз, сақ деген мағынаны білдіреді. Және де осыған сүйене отырып, Қазақстан жерінде өмір сүрген халықтардың барлығы өздерін атақты сақ тайпаларының мұрагері мен ұрпағы ретінде ашық дәріптегенін байқауға болады. Міне сондықтан да болар Керей мен Жәнібек өз мемлекетін қазақ ордасы, ал артынан ерген халықты қазақ деп атаған. Осы арқылы Керей мен Жәнібек жаңа халық құрмағанын, тек атаңызға айналған сақ халқының тарихын жалғастырып, өздері сақ тайпаларының басты мұрагері екенін бүкіл әлемге паш етуге тырысты. Және де Кеңес үкіметі қанша тырысса да қазақтар 1925 жылы өздерінің қазақ деген атын түбінде қайтарды. Және де бүгінгі кейбір сауатсыздар айтып жүргендей, қазақ халқының өз атауын ешқандай Сталин немесе басқа совет көсемдері қайтарып берген жоқ. Оларға салсаң, олар Кеңес үкіметі құлағанша бізді киргиз деп қалтырар еді. Алайда қазақтың батыл ұлдары бұған жол бермеді. Қазақ деген атауды қалпына келтіру жұмыстарын бірінші болып бастаған большевиктер арасында орасан зор ықпалға ие, Ленин мен Сталинді жеке танитын Қырғыз Совет Республикасы Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы, яғни үкіметтің басшысы болған Сәкен Сейфуллин еді. Әуелі Сейфуллин еңбекшіл қазақ газетіне «Қазақты қазақ дейік, қатені түзеу керек» деген мақала жазады. Осы мақала арқылы Сейфуллин қазақ халқы өзінің тарихи атауын қайтаруды қолдай ма, жоқ па деген сұрақтың жауабын біліп алғысы келді. Себебі Сейфуллинге Мәскеуге қарсы шығу үшін өз халқының қолдауы міндетті түрде керек еді. Қазақтың басым көпшілігі киргиз болғысы келмейтінін, қазақ атауын қайтаруды қолдайтынын көрсеткеннен кейін, Сәкен Сейфуллин дербес республиканың үкімет басшысы ретінде Мәскеу мен Сталиннен рұқсат сұрамай-ақ ешкімнің батылы жетпеген бұйрық шығарады. Бұдан былай қазақтар өздерін киргиз деп атауды доғарып, енді қазақ деп қайта аталуы керек деп бұйырады. Барлық мемлекеттік органдарға киргиз сөзін қолдануды тоқтатып, қазақ сөзін қолдануға кірісу ұсынылады. Міне осылайша Сәкен Сейфуллин өте жоғары тәуекелге барып, қазақ атауын қайтару процесін бастап жібереді. Және де бұл жұмысты қазақтың басқа да батырлары қостап ала жөнеледі.
Мысалы, қазақтың батыры Сұлтанбек Қожанов кеңестер съезінде Сталиннің өзіне тік қарап тұрып, қырғыз емес, қазақ екенін ашық айтады. Ал 1925 жылдың 15 сәуірінде өткен 5-ші съезде Ахмет Байтұрсынов осыдан былай Қырғыз Совет Республикасы Қазақ Совет Республикасы деп аталсын, және де бұл ұсынысты заң ретінде қабылдатып жібереді. Осылайша міне тарихи әділеттілік қалпына келтіріліп, қазақтар өздерінің тарихи қазақ атауын қайтарып, қазақ халқы ежелден өзінің ата-бабасының жерінде өмір сүріп келе жатқанын дәлелдейді. Бүкіл қазақ елінің осындай талабына қарсы шыға алмаған Сталин үнсіз қалуға мәжбүр болды. Себебі 1925 жылы Сталин әлі кеңес үкіметін алақанында ұстап тұрған диктатор емес еді. Бірақ кейін барлық билікті өз қолына алғаннан кейін Сталин өзгеріс жасайды. 1936 жылы 9 ақпанда айтқан сөзінде Сталин: «Бір елде екі бірдей аталатын халық болуы мүмкін емес. Өйткені кеңес одағында казак деген атауы бар халық бар. Сондықтан да бұл екі халықты әйтеуір бір-бірінен ажырату үшін қазақ сөзіндегі соңғы әріпті өзгерту керек» деп бұйырады. Яғни Сталин қазақ деген атауды енгізеді. Сол кездегі қазақ басшылары Сталиннің бұл ұсынысын қабылдауға мәжбүр болды. Өйткені ол уақытта Сталиннің ақ дегені ақ, қара дегені қара болған еді. Көп ұзамай кезінде қазақ атауын қайтаруды басқарған қазақтың басшылары бірте-бірте жойыла бастайды. Сейфуллин, Қожанов, Байтұрсыновтар қайтарған қазақ сөзінің қазақ деп ауысып кеткеніне олардың орнына келген басшылар қарсы шығуға батылдық жетпейді. Міне осылайша қазақ болып дүркіреп тұрған еліміз қорқақ сескеншек басшылардың арқасында қазақ болып өзгеріп кетеді. Бірақ дегенмен де ең бастысы, біз киргиз деген жалған атаудан құтылдық. Ендігі жұмыс қазақ деген сөздің еркін қаңғыбас деп аударылуына ашық түрде қарсы тұруымыз қажет. Себебі біз қаңғыбас емеспіз. Біз атаңызға айналған сақ тайпаларының басты және тікелей ұрпақ екенімізді қай жерде болса да ашық және мақтанышпен айтуымыз қажет. Міне, қазіргі тарихи міндетіміз осы. Қазір елді басқарып отырған қазақ тарихшыларының басты мақсаты да осы болу керек. Сондықтан да осы видеоны барынша таратыңыздар. Қазақ сөзінің тарихын, қазақ сөзінің қалай бұрмаланғанын, қазақ сөзін неге бұрмалағанын әрбір қазақтың баласы білу керек. Келесі эфирде кездескенше, ағайын.